Илкай Гюндаган Манчестер Сити сапына қайта оралды. Барселона командасы топ трансфер жасауға дәмелі. Ромелу Лукаку тағы да клуб ауыстырды. Осы және тағы да басқа жаңалықтарды мен, Санчо Футбол, бүгін сіздерге айтатын боламын. Ал біз бастаймыз. Еңбегі тиын емес, сымақтан да кешу демес. Бәріне керегі хайп маңызды емес. Маңызды тыңдармандар, фандарға толы дала. Маңызды сендерді тербету. 2023 жылы капитан ретінде Манчестер Сити сапында трейбл жеңіп алған Гюндаган Барселона сапында бір жыл өткізіп қайтадан өзінің үйіне оралды. Барселона бұл ойыншыны жібермейтін еді, бірақ Ольмоны тіркеу жағынан қаржылай қиындыққа тап болған Барселона Гюндаганды жіберуге тура келді. Ал Барселона клубы болса топ трансфер жасауға дәмелі. Нико Уильямсты ала алмаған барселоналықтар ендігі қармағын 25 жастағы Лео мен 26 жастағы Кезаға салды. Әрине, екеуі де арзан бағада тұрмайды, бірақ та барселоналықтар үшін Вингер өте маңызды сияқты. Комментте Барселона фанаттары бар ма? Егер де бұл трансфер жүзеге асатын болса, бұл трансферге қанша баға берер едіңіздер? Ал ендігі жаңалық бұл. Ромелу Лукаку тағы да клуб ауыстырды. Не деген шағала едің, Лукаку? Бұл сенің уже 11-ші клубың ғой. Доғар сайшы дейтін адам бар ма өзі бұл Лукакуға? Наполи командасы Лукакуды Челси командасынан толығымен сатып алды. Яғни айтқанда 30 және плюс 15 миллион евро. Енді Лукаку аренада жүрмейді. Наконец-то шағала болмайсың. Ал Роналдудың YouTube каналын бақылайтын болсақ, қазіргі кезде 2 күннің ішінде 40 миллион подписчик жинап алды. Бұл дегеніміз Мистер Бистің 7 жылдық еңбектері десек те болады. Мистер Бист кім десеңіз, бұл жер бетіндегі ең көп подписчик иесі. Яғни YouTube жағынан. Осымен мен айтатын жаңалықтар тәмам, сау саламатты болыңыздар. Сіздермен бірге болған Санчо Футбол арнасы.